Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып 11-ші сабақ, тақырыбы ұлттық ойындар. Тірек сөздерді пайдаланып, өз ойыңды жеткізесің, мәтін кейіпкерлерінің іс-әрекетін бағалауды үйренесің. Тарға байланысты ойын атауларын ата. Қай ойын түріне жылдамдық, тапқырлық пен күш қажет? Қай ойын түрі шыдамдылық және мергендікке баулиды? Суретте түйілген орамал, асық ату, арқан тарту және ақсүйек. Арқан тарту, ақсүйек ойындарына жылдамдық, тапқырлық пен күш қажет. Ал түйілген орамал, асық ату ойындары шыдамдылық пен мергендікке баулиды. Балалар мінекей өздерін көріп тұрғандай, осы ойындар түрлерінің суреттерін қарап көріңдер. Мұхтар Әуезовтің ақсүйек мәтінін түсініп оқыңдар. Мұхтар Әуезов үлкен жазушы және ғалым. Ол Абай жолы, Көксерек деген шығармаларды өмірге әкелген. Енді осы мәтінді оқығаннан кейін сұрақтарға жауап берейік. Сартайдың тобы жеңіске қалай жетті? Саған ойын ұнады ма? Сартай өзінің тапқырлығының арқасында қарсы допты алдап кетті. Сартай өз тобының бір баласына ақсүйекті ұстата салған, ал қарсы топ оны байқамаған. Маған ойын ұнады. Ойын кезінде жеңіске жетуге көмектесетін қасиеттерді теріп жаз. Және осы қасиеттерді балалар өздерінің бойларында да байқаңдар. Қай қасиет бар екен? Ойын кезінде жеңіске жетуге көмектесетін қасиеттер батылдық, жылдамдық, ұйымшылдық және тапқырлық екен. Өшпенділік пен дөрекілікті бойларынан алып тастаңдар балалар. 5-ші. Ақсүйекті қарсы топтағы балаға беруге бола ма? Ақсүйекті қарсы топтағы балаға беруге болмайды, тек өз тобыңдағы балаларға бере аласың. Әңгіме желісіне сүйеніп, ақсүйек ойынның ережесін түсіндір. Неге ақсүйек ойынның ережесін оқиық? Ақсүйек ойынында ойыншылар 2 топқа бөлінеді. Әр топқа басшысы сайланады. Ақсүйекті қайда лақтыратындарын өзара анықтап алады. Қай топ қарсы топтың ақсүйегін алса, сол топ жеңіске жетеді. Өзің жақсы көретін ойынның ережесін жаз. Біз бұл жерде ақсүйек пен көксерек ойынның ережесін жаздық. Мүмкін балалар басқа да өздерің ойындар білесіңдер ме? Соны мұғалімдеріңе айтып беріңдер. Ойын ережесі. 1-ші, қыздар мен ұлдар болып 2 топқа бөлінеді. Әр топ бір қатарға тұрады. Бір топтағы адамдар қарсы топтағы адамның есімін айтып шақырады. Есімі айтылған қарсы топтағы қол ұстасып тұрған 2 адамның қолдарын жүгіріп үзіп кетуі керек. Мінекей ойын барысында осыны көруге болады. Шығармашылық жұмыс. Соқыртеке ойыны. Ортаға үлкен шеңбер сызылады. Ортада көзі байланған бір адам қалады. Ойыншылар ортадағы адамды түртіп қашады. Соқыртеке түрткен адамды ұстап алып, оның атын, есімін айту керек. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды.